Сәлем достар, біздің каналға қош келдіңіздер. Мен Мерей. Бүгін достар описаниеден көріп тұрғандарыңыздай, бүгін біз Бравл Старс ойнайтын боламыз. Біз ойнамағанбыз, сондықтан да енді бірінші рет болып жатыр. Менде негізі прайм бар, енді Эдгарды праймға жеткізейін деп жатырмын. Міне прайм бізде Шеллида бар, және Рикода, және Эмсда бар. 3 прайм Эдгармен қосқанда 4 прайм болады достар. Сіздерден қолдау күтеміз. Сіздердің арқаларыңыздан мен осы Эдгарды праймға жеткізу мүмкінмін. Праймға жеткізсем, обязательно видеосы сіздермен түсетін боламын. Менде Эдгарда осындай бар. Эдгар, доктор Эдгар бар, және Эдгар в маске, сосын ангел, сосын осындай Эдгар бар. Маған осыны ұнайды, сондықтан да осыны таңдаймын секілді. Мен қайсысынан таңдайтын білмеймін, сондықтан да столкновениеден бастаймын. Бәрінен қатар-қатар сөйтіп ойнап шығам деп ойлаймын. Мені бірінші біз столкновенияны ойнаймыз. Осыны. Одиночество деген басамыз. Сосын осындай совет. Осыны күтеміз, осылай. И осындай бізде обновление, столкновение, одиночно. Біз еще қараңыздар Сиурус бар. Атын білмеймін, просто көп деген күшті боецтер бар. Мен осы өзі мен бірінші осы коробочкаларды ашамыз күш алу үшін. Мен негізі қатты ойнап білмеймін, сондықтан да мән бермей қойыңыздар, жеңіліп жатсам. Вот, осы үш коробочканы алдық. Ой, уже адамдар келіп жатыр. Мен бұны өлтіріп тастаймын. Міне, болды ғой. Изи ғой достар, мен үшін. Осылай тығылып тұрамыз. Негізі достар, сізге советім айтатын, осы тығылып тұрып, осы 3 па 2 ма қалған кезде шықсаңыздар болады. Сол кезде уже жеңіп қаласыздар. Сол кезде кішкене көп кубоктар береді. Осы тығылып тұрамыз. И мен уже дайындап отырмын, қағаз істесем болады. И істемей қойын, потому что уже адамдар мен қасымда емес. Мені уже бір адам қасымда. И осыдан мен жеңіп қалдым достар. Мен қарадым. Ужас, Мерей, ты что делаешь, а? Болды уже жеңілмі. Бірақ менде мүмкіндік бар еді. Енді өзім достар. Бірақ 6-шы место алғам. Бірақ бір кубок берді. Оған да шүкір. Вот, енді біз столкновениядан біз пробол ойнаймыз. Короче, футболға кәдімгі. Сол ойнаймыз. Короче, достар, менде осы уақыттан біздің видеомыз аяқталды. Қызық болса лайк бас, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал всем пока.